Армысың құрметті менің тыңдарманым. Қазақша контентті қолдап, аудио әңгімені соңына дейін тыңдаңыз. Кім еркек, кім әйел? Мамандығым бойынша жұмыс таппағандықтан, ағаларыма еріп құрылысшылықты меңгерген болатынмын. Ауысыммен істейтін негізгі жұмысымнан бос кездерде тамыр-таныстың үйін жөндеп, құрылысын істеп дегендей қосымша табыс табатынмын. Оның жасыратын несі бар? Өткен жылы жазда інімнің бір көршісі үйіне евро жөндеу жасатқысы келетінін айтты. Үйде жатып істей бересің, ақшасына келіссек болды ғой деген соң қол алыстық. 2 бөлмесін жөндеп болғанша 2 апта уақыт кетті. Сол 2 аптада ана үйден кеткенше асықтым-ау. Жаз айы болған соң еңбек демалысына шыққан кезім еді. Мені ойландырған ол үйдегі әйел мен бала шағаның отағасына деген қарым-қатынасы болды. Дегеннен-ақ, Ербол, ана көрпені балалардың үстіне жаба салшы деген сөзден тіксініп қалдым. Үй иесінің әйелі өзі теледидар көріп отырып, менімен бірге есептеу жұмысын жасап отырған күйеуін жұмсай салды. Әйелінің емізулі баласы болып немесе төсекке жатқан науқас болса, күйеуін бұлайша жұмсай салғаны маған онша ерсі көрінбес пе еді. Оған отағасы ештеңе деп жауап қатпай, бомбаңдап барып, балаларының үстін қымтап келді. Әйелі теледидардың алдында үнді сериалынан көз алар емес. Ішіме осы бір жағдай түйіліп қалды. Мақтаныш емес, өзім қол созым жерде тұрған теледидардың дауысын шығару үшін әйелімді немесе балаларымды жұмсайтын көп еркектің бірімін деп Шаншардағы Уәлибек ағамыз айтпақшы. Үйдің иесі де бір жуас дейін десең, жуас емес. Тірлігіне тәптай, есепке жүйрік, біреуге ақысын жібермейтін пысық-ақ жігіт. Бірақ неге сонша әйелінің алдында емпеңдейтінін түсіне аламадым. Ол ештеңе емес-ау, әкесін балаларының жұмсайтынына таңғалғаным тағы бір бөлек әңгіме. Әке, маған алманы жуып берші. Әке, көйлегімді кигізші. Былай қарасаң дұрыс-ақ. Әке мен баланың арасы осыншама жақын екен деп сүйсініп қаласың. Бірақ әйелі тұрмақ, балаларының алдында зыр жүгіретін әкені өз болғалы бірінші рет көріп тұрмын. Сол әкесін жұмсайтын балаларының осынау шаруаларды өзі ептейтін-ақ жөні бар. Жастары әжептәуір. Өзі 5-6 жас шамасында. Тағы бірде шаруамды тындырып, жөндеу болып жатқан бөлмеден түскі асқа шықтым. Жуынып дастарханға отырғанымда бір табақ палауды көтеріп әкеп, отағасы алдыма қойғанды не дерімді білмей аңтарылып қалыппын. Әйелім құрбыларымен гәпке кетіп еді. Бүгін менің қолымнан ас ішіңіз. Ойпырмай, мына палауды өзің істедің бе? Иә, несі бар? Әйел үйде болмағанда үнемі өзім істеп берем балаларға. Оларға шешесінің емес, менің жасаған тамағым көбірек ұнайды, деп ыржиып бетіме қарайды. Иә, оның әйелінің асты қатырмайтынын өзімде де байқап жүргенмін. Өсек емес, әйел болған соң ең бірінші қолынан келер ісі асты дәмді етіп дайындау деп ұғынған халық емес бізбе. Кесірлік емес, кейде бар, мол азық-түліктің өзін оңдырмайтын әйел екенін байқап қалғанмын. Кешкі асты да дайындауға қазан табақты сақырлатып жүрген үйдің иесін көргенімде әйелінің әлі оралмағанын білдім. Кешкі аста отағасының қолынан болды. 6-7 оқып қалған қызының да қазан табаққа жуысар түрі жоқ. Бата қайырылған соң, бәрі орындарынан тұрып кеткенде ол өзі жиыстырып жатты. Мен ол көрініске зығырданым қайнап, далаға шығып кеттім. Оның ыдыс аяқты жуып жатқаны анық еді. Ал әйелі біз ұйқыға жата бере оралды. Масаңдау, дарылдап сөйлеп кіргенін байқалып тұр. Ертеңіне ауырып отырып, күйеуін тағы да дүкеннен ас шайран әкеліп берші деп жұмсап жатқанын керең болғыр құлағым тағы естіді. Емпелеңдеп жөнелген еркекті тағы көрдім. Кім еркек, кім әйел өзі бұл үйде? Баяғыда тап осындай көрініс біздің үйде болатын. Бірақ үйге мас болып келіп құлайтын әкем. Таңертең көршінің үйіндегі ашығып
піскен айранға жүгіретін шешем немесе біз болатынбыз. Тіпті ол ішіп келгенде ертеңіне қысқаннан сауыс болған киімі жуылып, үтіктеліп, шалбарының қыры пышақтай болып, төсегінің аяғындағы орындықта ілулі тұрушы еді. Ал біз әкеміз үйде болса, аяғымыздың ұшымен жүретінбіз. Естігеніміздің бәрі «Әкең ұйықтап жатыр, әкем демалсын» дейтін. Мен ол үйдегі жұмысымды бітіруден бір күн бұрын қалғанда, үй иесімен аздап тойлаттық. Тіпті ол ішсе самбырлап кететіннің бірі екен. Даусы қаттырақ шығып, әңгімеміз қыза бастағанда, әйелі келіп, «Жат ей барып» деп зіркете қалғаны тура итке айтылғандай болып кетті. Еркектің үні өшті. Байғұс иесі бір тепкен ит құсап бейшара болды да қалды. Өмірімді әйелге қол жұмсап көрмеген мен ана әйелдің аузынан бір қойғым келді. Қайтқанша асықтым. Өзімнің әй десем тұра жөнелетін балаларымды қалауымды айтқызбай ұғып, өмірі күлімсірегеннен тынбайтын әйелімді сағынып кеттім осы 2 аптаның ішінде. Еркектер, біз қайда кетіп барамыз? Әйелдерге де орын береміз деп, өз орнымыздан айырылып қалғалы тұрған жоқпыз ба? Ойланып көрейікші. Зейін қойып тыңдағандарыңызға көптен көп рахмет. Құрметті менің оқырманым, осы әңгімем сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алда түрлі бастан өткен оқиғаларды баяндайтын боламын.